Отырған сұрағын ұзартып қойғанда андан бетер қайғырдым, мұғып. Ененің жүрегі шыдабайды екен. Ана мындай башқан өтпеген кішіге абдан ор екен. Сағат елесі аудан қайғырып отырамыз. Сұрадым мен Клараның өзіменен сөйлешіп, айланайын. Күнөң қойылды мойныңа? Жоқ, күнөсін дәлелдегеннен кейін менеге қамайтаны? Клара қамалғандан кейін мен да ауырып, 12 күн больницаға жатып қалдым. Больницадан шықтым. 12 күн шығып, бананге шығып келгенімде бір айша болып қалды ғой, анан бері отырам үшінтіп. Анан үшіл, біз келе оңой бекен үшіл. Баланың түйшігін қарандай қамалып атқан. Мен азыр 93-ке шықтым. 30 жыл сапқастарды башқардым. Мындай сұмдықтарды көрген емеспін. Ана мындай башқан өтпеген кішіге абдан ор екен. Сағат елесі аудан қайғырып отырамыз. Өмірімде біреуге жамандық қылбаған қызым. Осыны тойлап кемшілігін таппайым таптақыр. Бұл қыз 1-ші класстан 10-шы қысы 5-ке оқығыз. 10-шы класты медальмен біткен. Университетті дағы саттешен біткен. 5 жерінде кемшілігі жоқ. Кешеле 2 жыл боллек болса керек. Осы өсінің башында мындан жаман іштер бар болшы. Ешқандай негіз жоқ деп есептеймін мен деле. Суроо 2 айдан берген суроо 1 суроо екен. Болды, башқа сұрақ деле болуп тур. Жалаң эле Клара десем, башкаларга деле ошондой сурак, бирден эле суроо берип, бир жол суракка чакырышып турган. 2 айдан бери эмне иш жүрбөй атканын бизге да түшүнүксүз. Адвокат аркылуу кат берип атат бизге. Аман эсен, маары жакшы эле. Ата энеми жакшы карагыла. Өзүңөрдү карагыла, ошол мен айыбым жоқ ешқандай. Мен тазамын. Ошол деген кат алдык. Менде нервим бузулуп, карыган чагымда ушундай баланын түйшүгүн тарта турган белем деп, күндө капа болуп отурам мен да айланайындар. Ушул мен айтарым, энелердин, ошо жердеги энелердин, жана 71 жаштагы кемпир да бар экен арасында. Ошо кандай адилетсиз заман, кандай адилетсиз бийлик бул. Кандай акыйкатсыз. Адилеттик болбойбу, акыйкат болбойбу. Камаса моюндарына коюп күнөөсүн. Сага ушу тиешелүү деп тиешелүү жазасын берсин, эч кимдин каршылыгы жок. Ана карандай эле камап отурганына мен тимилеп ак үйүнүн алдына барып асынып өлөйүн деп да ойлодум. Кыргызда кыздын атылык, кыз сыйлабас макулук дейт. Анан кызды абакта кармап отурган бул өтө туура эмес. Элге, бийликке айтарым, мен нааразымын. Бийликке аябай нааразымын. Адилеттүүлүк иш кылсын. Адилеттүүлүк башкарсын. Талабым акыйкатчылык. Мен деле өзүм дайым эле ошо акыйкатчылык деп какшап келем. Ата энебиз деле ошо акыйкатчылык, акыйкат болсун, адилет болсун. Башка эчтекенин кереги жок. Биз эчтеке талашкан жокпуз. Туу коркунуч келип турат деп коңгуроо кагып атат. Булар деген кемпир абаттын экинин келип атат силерден. Кемпир абат кыргыздын жери Садыр менен